Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Салық кабинетіне қазір кіреміз, ETSP-мызды таңдаймыз. Бүгін біз 2024-тің второй полугодиясын отчетін тапсыратын боламыз. Яғни январдың 1-нен бастап февральдың 15-не дейін отчетты тапсырып болу керек. 25-не дейін налогты тапсырып болу керек. Енді біз қазір 2024-тің второй полугодиясын тапсыратын боламыз. Сайтқа кірдік. Бірінші бізге осындай хабарлама келіп тұр. Қазір бұнымен біз танысатын боламыз. Міне ознакомиться бассаңыздар болады. Енді біз не істейміз? Лицевой счетты қараймыз. Себебі біз алдын ала сот отчислениелерді төлеген болатынбыз. Солар жалпы біздің лицевойда отырды ма, отырмады ма, соның бәрін қарап шығатын боламыз. Жалпы біздің лицевойға ақшалар түсіп тұр, обновление жасап жүреміз. Тағы да бір. Енді осы суммаларды біз отчет ретінде тапсырып, отчетымызды тапсыратын боламыз. Енді біз қазір жалпы қарызы бар ма, жоқ па, соны тексеріп алатын боламыз. Міне пока данное время по нулевой. Енді біз регистрация данныйды қарайтын боламыз. Себебі қазір біз ИП данное время қай жерде ашылды және қазір прописка бойынша қай жерде тұр. Соны тексеретін боламыз. Не үшін десеңіздер, қазір біз оны отчетта көрсететін боламыз. Енді жалпы барлығы дұрыс. Қазір мен енді жаңағы ИП нахождение, ИП прописки көрсететін болам. Ол жалпы қай жерде. Міне көріп тұрсыздар ғой. УГ-ды Ақтөбе дейді, ИП-сы да прописка тоже Ақтөбеде екен. Қазір осыны біз отчетқа көрсететін боламыз. Енді салық кабинеттің бастапқы бетіне өтеміз. Осы жерден біз қарап аламыз. 2024-тің первый полугодиясын жапқан екен бұл кісілер. 910 форма упрощенныймен. Дәл солай біз второй полугодияны жабатын боламыз. Міне біз кірдік қазір. Төменгі жаққа түсіреміз. 2024-ті тауып аламыз. Қазір. Достар, егер мен берген ақпарат пайдалы болатын болса, міндетті түрде каналға жазылып, мені қолдап, лайк, комментарий қалдырып, солай активность білдірсеңіздер, мен сіздерге пайдалы контент, ақпарат беруге жалықпаймын. Сондықтан сіздерден қолдау күтемін. Енді біз міне отчеттың несі ашылды. Мына жерге жоғары жақта 2 деп жазамыз, потому что второй полугодияның отчеты. Мына жерге бухгалтерское дело ведет, не ведет дейміз біз данное время, очередной и резидент Қазақстан. Енді біз жалпы суммамыз қанша шығып тұр, выпискіден қарап аламыз оны. Оборот 6 айға. Міне осындай сумма шықты. Енді біз 6 айдың минимальный суммасымен жауатын боламыз. Ол 2024 минимальный сумма 85 мыңнан болатын. Міне 6 айға көрсететін боламыз. Енді біз екінші страницаға өтеміз. Екінші страницада қазір былай бір қарап аламыз. Екінші страницаға өтеміз. Міне сот отчислениелеріміз отырды. Енді біз пенсионканы көрсететін боламыз. Оған біз зарплатымызды көрсетеміз. 85 мың теңгені. Мына жерге ОПВР-ді көрсеттім, мен страховканы көрсеттім. Міне жалпы осылай 6 айға көрсетіп шықсаңыздар болады. Енді 4-ші жоғары жаққа өтеміз де, 4-ші страницаға кіретін боламыз. Мана мен сіздерге көрсетіп кеттім ғой. Регистрация данныйдан жаңағы ИП-ның ашылған жері және ИП прописка қаяқта. Соны қазір осы 4-ші страницада көрсететін боламыз міндетті түрде. Төмен жаққа түсеміз. Міне біз қазір бин УГ-ды Ақтөбеде болып тұр ғой. Біз қазір Ақтөбенің кодын тереміз. Выберітте басып, осыны отырғызамыз УГ-ды. Міне
міне выберді деп басып отырғызамыз. Міне енді мына төменгі жақта красный болып жанып тұр. Соған біз жаңағы IP-ның ашылған жерімен прописка жалпы қаяқта бұл кісі соны таңдайтын боламыз. Достар, мен берген ақпарат сіздерге ұнап, жалпы сіздердің шаруаларыңызды шешіп жатса, міндетті түрде лайк, комментарий қалдырыңыздар каналдың өсуіне. Егер сіздер активность білдірсеңіздер, мен пайдалы ақпараттарды түсіруден жалықпайтын боламын. Енді барлығын қарап алдық. Мына жерде ошибка бар ма, жоқ па қарап тексердік. Біздің отчетта ошибка жоқ ешқандай. Енді біз ECP-мізбен қол қойып отчетымызды жіберетін боламыз. Міне осылай. Сосын журнал формынан тексеріп алсаңыздар болады. Бастапқы кезде бұл бірден отырмайды. Келесі күні разнесена болып отыратын болады. Мына жерде көрдіңіздер, обработано деп тұр. Обработается дейді. Осы ертең күні разнесена болып отырады. Достар, мен берген ақпарат сіздерге пайдалы болатын болса, міндетті түрде лайк, комментарий қалдырыңыздар, активность білдіріңіздер, таратып қойыңыздар. Сіздер қаншалықты активность білдіресіздер, соншалықты менен контент болады.